Менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Қараңыздар, вафли қытырлақтан әдемі форма жасап, ішіне мороженое құйып жасаған болатынмын. Тез дайындалып, тез жеп қойылады. Менімен бірге болыңыздар. Вафли қытырлаққа 5 жұмыртқа керек, 200 грамм сливочный масло керек, және 200 грамм сахар керек. Жақсылап қолымызбен бірінші араластырып аламыз. Содан кейін миксермен жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Енді керемет қыздар, бұл мороженое бірден желініп қалатын мороженое, себебі сап-салқын мұздай болып тұрады. Ұнды бірден қосып жібермейсіздер, бөліп қоссаңыз, қытырлағымыз хрустящий болып шығады. Қараңыздар, бөліп қостым. Оны бір келкі етіп жасаймыз. Дайын болды. Енді вафельницамызды бір рет қана майлап аламыз. Болды. Содан кейін ары қарай пісіре береміз. Бір қасық құйыңыздар, бір қасық жарап қалады. Осындай менде кекстің формалары бар, соған әдемілеп жасаған болатынмын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, форма болмаса, жай ғана кесеге де жасай беруге болады. Осылай жылы кезінен, жұмсақ кезінен салыңыздар, тездетіп, өз формасын жақсы сақтап қалады. Қатып, күшті болып қалады. Егер қатып қалса, сіз жасай алмай қаласыз. Міне осындай әдемі болып шықты. Тек қана бір қасық құйыңыздар, үлкен қасықпен болды. Енді қараңыздар, мороженейді қалай жасаймыз ішіне құюға. Бізде бананды 4 сағатқа мен морозильникке тоңазытқышқа салып қойған болатынмын. Соны шығарып, өте салқын қолымыздақ болады. Қараңыздар, ішінде сгущенка қосып жібердім. Менде сгущенка бітіп қалған екен, барын қостым. Енді дәмі өте керемет болады. Сүт қостым. Жақсылап блендермен араластырамыз. Ондай қою болмайды, себебі біздер бірден жеп қоятын балмұздақ болғасын, сұйық болады және сап-салқын мұздай болып тұрады. Күшті болып, қараңыздар. Кейіннен осыны қатырып қоюға да болады. Альпенгольдтың шоколадын мен теркадан өткізіп, мені қараңыздар, қосып жібердім. Араластырамын. Жақсылап араластырамыз бір келкі болғанша. Содан кейін жаңағы формамызға, вафли қытырлағымызға құятын боламыз. Ежевикадан жасалған мороженое рецепті YouTube каналында бар, қыздар. Содан қарап сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Ал мынау жаңағы сгущенкадан жасалған менің мороженое. Қараңыздар, үстіне қалған шоколадтан сеуіп жіберемін. Өте дәмді, қыздар, өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірден жеп қояды балалар. Сөз жоқ, келген қонақтарыңызға да жасап берсеңіздер, міндетті түрде сізге рахметін айтатын болады. Сіздер де көріңіздер, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.